Назар текстиль деп аталатын осындай фабрикамыз бар. Қытайдың кілемі емес, ешқандай өзіміздің кілем. Қазір аралап көруіміз керек міндетті түрде. Ой, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Егіз болады дейді, қош келдіңіздер. Біз қазір кіре салып таңғалып жатырмыз ғой. Не деген керемет. Бұл енді біздің қазақтың жігіттерінің қолынан келіп жатқан үлкен бір іс қой. Әрине, Құдайға шүкір. Біз сонымен енді мақтан тұтамыз. Бұл біздің фабрикамызда 100%-ға тек қана Қазақстан инвестиция құйылған, шетелдік инвестиция сол. Ең бастысы сол біздің. Шетелге сатасыздар ғой? Шетелге сатамыз. Қай мемлекеттерге? Ресей бүгінгі таңда және Қырғызстан. Біз анау кілемдерді көріп, Төреғали екеуміз таңғалып жатырмыз. Барып көрсек бола ма? Әрине, жүріңіздер. Ұстап көрсек болады ғой? Әрине болады. Үстіне жатып алынасақшы. Сатып алсаң да болады, Төреғали. Сонымен, Думан мырза, бір кілем қанша уақытта дайын болады? Енді қатты тырысатын болсақ, ең кемі 3 сағаттың ішінде дайындауға болады. Ол қалай қатты тырысу деген? Енді бір кілемнің соңына түсіп, соңына дейін тез шығару мақсатымыз болса, 3 сағаттың ішінде шығартуға болады бір кілемді. 3 сағатта дайын болатын кілемдерді көргім келіп барады, мен кеттім онда. Жақсы, жақсы. Жалпы басшыларының ағайынды кісілер екенін білеміз. Сол туралы кішкене айтып беріңізші. Бұл фабриканың егелері Айымбетовтер отбасы. Бұл кісілер енді 25 жыл бойы кілеммен айналысқан. Төртеу түгел болса, төбедегі келет деген. 5 ағайынды бірігіп ашқан Назар текстиль кілем тоқыма фабрикасы әуелгі қолдауды жергілікті әкімшіліктен көріпті. Рет-ретмен айтатын болсақ, кілемді қалай жасайды? Бірінші кілемді дизайн бөлімі сызады. Құдай білет, Төреш сол дизайн бөліміне кетті ғой деймін. Өзі суретті қалай салады деп жүрген. Дизайн салынып болғаннан кейін өзі арнайы бағдарламада сызылып, оны мына кілем тоқыма қондырғыларына жіберіледі. Кілем тоқыма қондырғысының әрқайсысында өзінің үлкен компьютерлері бар, өндірістік компьютерлер. Солар бүкіл ақпаратты қабылдап, кілем тоқыма қондырғысына қай дизайн тоқылу керек екен, соны әмір береді. Сөйтіп станоктан шығады. Кілем тоқыма қондырғадан кілем шығады. Сұранысқа ие. Бұл қазір автоматикалық оверлок деген бар. Автоматик оверлокта мына кілемнің шетіне оверлок жіп салып жатыр. Мына жіпті, е? Иә, мына жіпті салып жатыр қазір. Қазір қолын күріп жатыр. Иә. Көрейік, жүріңіз. Танысайық? Нұрия, қанша болды осы жерде жұмыс жасап жатқаныңа? 3 ай болып қалды. Кәне, маған көрсетші, қолыңда қайшы, не істейсің? Біз екі кілемнің ортасын кесеміз былай, жіпті алып тастаймыз. Түйімізді түйіндеп, арық жіпті. Мынаны күйдір. Ал, қазір мен саған микрофон берем, сен менен интервью аласың, ал мен сенің жұмысыңды жасайын. Ғой. Қалай болды менікі? Сіздің күйдіргеніңіз өте жақсы болды, дұрыс істедіңіз. Рахмет, Нұрия. Қолың дерт көрмесін, өсе бер, өркендей бер. Рахмет. Әншінің жүрген жері әсем әуен. Төреғалидің әні бұл жерде де жалғасын тауып жатты. Думан мырза, ар жақта Төреғали дизайн бөліміне барам деп әлі жете алмай жатқан сияқты қараңызшы. Дүйім бүкіл зауытты тоқтатып, фабриканы тоқтатып, өлең айтып жатқанға ұқсайды. Иә. Енді біздің жұмысшыларымыз көптен бері бұл кісіні күткен еді. Әндерін бәрін жақсы сүйіп тыңдайды. Сіздің өзіңізде сүйікті әншіңіз бе, Төреғали? Әрине. Тоқтаңыз. Қандай өлең білесіз? Бол жанымда білемін. Ал айтыңыз. Бастаңыз. Мүмкін сіздің ұжым жалғастырып кетер, көреміз. Сөйтейік, ұжыммен бірге айтсақ. Бірақ бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Жар салғанда, кілемге жұрт таң салғанда, Төреғали ән салғанда, халық шалқып қар салғанда, ол жанымда. Ойланып өнімге, жетенің көруге, келгенде еліме, күлімдер көгінде, тұрғанда жарқыра, әлінің көрінде, ол жанымда. Жарырақ көктемде, төрешан төккенде, алуандар белдесіп, қос күлем үстінде, күреске түскенде, жеңіске жеткенде,
Кілеміміз ғасырларда ең бағалы саналғанда, фабрикамыз жаңарғанда, әлемге аты таралғанда, о жаным, отандық өнімге, шетелден көруге, келгенде елімде, күлгенде көгінде, тұрғанда жарқыра, қазақтың төрінде, о жанымда. Жадырап көктемде, төрешай төккенде, балуандар белдесі, боз гүлем үстінде, күреске түскенде, жеңіске жеткенде, о жанымда. Вау, көзілдірігін шешпеген Төреғали көзілдірігін шешті ғой, байқаған шығарсыздар. Эмоция, қандай, Сенің мамаңның кілем тоққан білем. Иә, менің мамам, менің анам кішкентай кезінде кілем тоққанын айтады. Ол кезден бұндай дамыған заман емес. Отырып тоқитын болған ғой. Анам әкеме тұрмысқа шығып, артынан жасаулар келеді ғой. Иә. Сол кезде өзінің тоққан кілемдері бар. Үлкен қылып аягөз деп жазылған кілем әлі күнге дейін бар біздің үйде. Сол осы оңтүстік Қазақстан облысынан келген кілем. Өйсем бұл жақта дамып, аяғына тұрып, керемет жұмыс жүріп жатыр екен. Содан кейін қуаныштан да бір. Мен айтам ғой. Ұнады ма? Біз жұмыстан шаршап шыққанда, тіпті бара жатып та, келе жатып та Төреғали бауырымыздың әнін тыңдап шаршағанымыз басылса, Ләйлә Сұлтан қызының әйел бақыты бағдарламасын көріп, өзімізге рухани азық аламыз. Тосын сыйлар толастар емес. Арнаудың ұсынайын ең ғажабын, жақсы жыр жүрегіме мен жазамын. Назар деп аталатын кілем завод, бүгінде бұрып отыр ел назарын. Атсыншы әрбір таңың арайланып, жатсыншы кілемінде кең қазағым айқаяғы. Мінекей, құрметті көрермендер, біз әдемі арнаумен аяқтасақ деп отырмыз осы жердегі кездесуімізді. Енді сіздермен біз басқа ауылда жүздесеміз, басқа қонақтармен. Көңілі дархан, жаны жомарт халықтың пейіліне сүйсініп, шат-шадыман көңілмен Түркістан сарайына аяңдадық. Ұлы дала баласы реалити шоуы Шымкент қаласы.